Бесінші баламды босанған кезде дәрігерлер маған балаңыздың жүрегінде тесігі бар деді. Мен түсінбеймін, ол не, тесік деген қалай болады, не үшін ол? Көп сан сұрақ болды, көзімнен жас тоқтамай аға берді. Дәрігерлер мені басып, уайымдамаңыз, бұл деген қорқыныш жағдай емес, қатты қорқынышты болса сізді астанаға міндетті түрде тезірек алып кететін едік, бұл жазылады деп түсіндірді. Мен оның қалай күтімін жасаймын, қалай өсіремін деген сан түрлі сұрақтар мазалады. Бірақ олар ертесіне өзі мені арнайы көліктеріне салып алып, Жошыбаев клиникасына алып келді. Сол жерде бізден де ауыр халде жүрген балдарды көріп, өзімнің жүрегім одан сайын ауырып кетті. Бізді абырой болғанда заведующий Икрам Исманович өзі қабылдап, барлығын түсіндіріп, басын айтып, баланың тесігі жабылып кетуі мүмкін, 1 жасқа дейін тек қана жылатпаңыздар, артық мындай мазаламаңыздар, бүкіл внимание осы балада болсын деп айтып, әр ай сайын тексеріліп, жүрегін өзеға түсіріп, бүкіл қаралымда болып отырдық. 1 жас 3 айына дейін әрдайым қаралып жүрдік. Бірақ 1 жас 3 айында 2 тесігі жабылғанын біліп, оны қуандық, бірақ 1 тесігі жабылмай, міндетті түрде операция жасау керек деген шешім қабылданды. Осы бір дәрігерлердің арқасында, бір Алланың арқасында ең бірінші дәрігерлерге өз баламды ақ простыняға орап тапсырдым. Жүрегім қатты ауырды, жылағым келді. Палатаға барып жазу жаздым, ойымды алаңдату үшін. Операция 3 сағатқа созылып аяқталды. Өте қатты қуандым, бәрі сәтті өтті дегенде өте қатты қуанышты сәттер болды. Баламыздың денсаулығы Құдай қаласа жақсы болады деп сендірді. Одан кейін де арнайы күтім керек болды, жазылып жүрдік, леченияларын қабылдадық. Қазір Аллаға шүкір, баламыз 3 жасқа келді бүгін. Өте қуанышты сәттемін. Күліп ойнап жүр, оның әрбір қуанышы көру біз үшін де үлкен бақыт. Осындай аналардың көп екенін білемін, сеземін, көріп жүрмін. Сіздер жалғыз емессіздер, тек бір Аллаға сеніңіздер дегім келеді.